Менің аты-жөнім Керімбаева Ақсәуле Төленқызымын. Қызым Керімбаева Нұршакүл Құдайбергенқызы. 2009 жыл сентябрьна бір күні біз жол апатына түскенбіз. Қызымнан бүкіл сүйегісін ми шайқалды. Одан кейін қызым ауыр болып қалды. Давление высокий, басы обязательно ауырады. Бүкіл сүйегі сынған, сол сүйектері қақсайды, миы ауырады. Ана тілі шірейді, тырнағына дейін маздар алам, тамзатын. Бифаляк алам, шық сиямайды, мочегонный алам, обязательно фрукты обязательно алам. Содан 16-да Пернайбек Біләлбекке айтып, времянкаға салдыртып ағам Евразия каналына шығып, сол времянкада тұрып атым. Бірақ бізді асфальт жоқ, газель бармайды. Екі аның конечныйден түскен екен, арғырып 2,5-3 километр таза жүремін жаяу. Өзімнің де сүйектерім ауырады, өзімде мына көзім ауырады, басым ауырады, барлығы сол аварияна пайда болды. Одан кейін мына балапанымды күн ысыған соң әше тастап жүре алмаймын, ешқандай обязательно қарап отырам. Өйткені любой время талып қалады, любой время кетіп қалып, қайтып келіп сөйтіп жүріп әбіртіп отыр. Енді мынау не гарсовес пітек курортқа жіберіп еді, әлі тірлігі бітпеді. 1 жыл болды жіберген пітекім. Мыняқа барамыз, соңға жібереді, әбден әбір жіберді гарсовесте. Анеугі Нұр Отан партиясына жоғарыдан департамент па, денсаулық сақтау министрлігінің ең үлкен бастығы келеді. Ол кісі келді айтып, ол да жайында қалып біткен жоқ. Әкімшілікті айтып, ол да жайында қалып. Ес свет жоқ. Енді қарасымен көршіден алдым. Қызыма мысалға аңсайды болды балапаным. Самса жегісі келеді. Сол үйден істеп бере қойын десем, нан пешкеге пісіп аламаймын. Өйткені светті әшейін холодильник мен телевизордан басқа ештеңке қоса алмаймын. Өйткені қарасым болғаннан кейін свет кіргізіп бер деп әкімшілікке де бардым. Асфальт сосып бер деп оны да айттым. Газель беш деп оны да айттым. Біреуі орындалып жатқан жоқ тірлігімнің. Ана Нұр Отан партиясына да бардым. Областнойға да бардым. Городскоймен айқайласып төбелестім ақыр соңында. Қашан болады, бұл қашан бітеді бұл түрлі. Қыстай жаз келсін дейді, жаз келеді. Қайтадан зімзір жатады. Күз басталғаннан тағы барсам, қыс келсін дейді, қыс келсе жаз келсін дейді. Тірлікте әкімшіліктің тірлігі бітіп жүрмейді. Народный, Нұр Отан партиясы да тірліктері бітпейді. Ешбір тірлік бітпейді. Түркістан облыс болғанын қайтейін. Қалалық Нұр Отанға бардыңыз ба? Облыстық Қалалыққа да бардым, Нұр Отан партиясына да бардым. Облыстық Нұр Отанға ма? Облысына да бардым. Мына 21 мың деген шығып жатыр. Оған да жүгірдім кішкене. Мына қызыма ақша болсын, ең болмаса бізде нан алып жекші, бізде жұрт қатар кішкене ет алып жекші. Мен қашанғы жұрттың киімін киемін. Мына мұғалімдардың киімі. Міне мұғалімдар да естіп отырған шығар. Міне Дила апайдың несі. Мына салбарда сол бір мұғалімдікі қысқартып киіп отырмын. Міне Дила апайдың орамалы. Шынымды айтайын мен сіздерге. Өйткені өзіме сатып аламаймын. Мына қыздың несінен артылмайды ақшам. Менден неғылғым келеді, ішкім келеді, жегім келеді. Мен саған дәрі әперіп отырмын деп бұған нан әпере алмай отыра алмаймын. Жетпей қалса молдалардан сұраймын, ана жерлерден сұраймын ақша. Бере тұрыңызшы, дәрім бар. 10 теңгелеп, 20 теңгелеп жинап дәрі алған күндерім де болды. Успокаивающий, мочегонный дәрілерді алған күндерім болды. Үкімет беріп жатыр дейді, береді. Невропатолог талма ауруына береді. Терапевт давление высокий береді. Болды, басқасын бәрін өзім сатып аламын. Дюфалягын да аламын, тілінің массасына, бәрін көзіне тамзатына да, көзін көрмей қалатыны да бар, құлақ кейде естімей қалатыны да бар. Басы қатты ауырған кезде вообще ештеңке көрмейді, ештеңке естімейді. Әлі күнге дейін горшокқа отырғызамын. Далаға отыра алмайды даланың туалетіне. Әлі күнге дейін боқсыздығын төгем өзім. Мына жұмысқа шыңғырып жүріп, әрең жұмыс тұтауым, ол жұмыстан да обязательно обедте. Азанда барам 150 теңгемен, обедте келем 150 теңгемен. Мына қызымның тамағын берем, шайын берем, ұйықтатам, дәрісін салам, уколын берем, уколын салам, дәрісін берем. Сөйтіп қайт жайғастырып, 4-тен бір ұйықтататын дәрісін ішкізіп ұйықтатып кетем. Одан кейін қайтадан обедтен жұмысқа кетем, кешке қайтып келем. Соның бәрі маған оңай отыр. Айлықты алғанымды қайтейін, жасынан көбісі жолға жатыммен кетеді. Несін жасырайын оны? Құдай куә маған, өтірік сөйлесем егерде. Өзі шаршап кеттім. Түркістан облысының әкімшілігін енді Нұр Отаннан да кешеде Нұр Отанның қалалық Нұр Отанға бардым. Ол менімен кәдімгідей айқайласып төбелесті. Сол жерде мен даже ұрғысы келді, сенсеңіз.
сен ақ шаршатып жібердің мені, келесіңді неғыла бересің, келесіңді неғыла бересің дейді. Мен айқайламаймын, маған Ол кісінің оңай аты жөнін білмейсіз ба? білмеймін. Ең үлкен бастығымын деді. Маған оңай емес мына күн ыстықта мына қызды жетектеп жүру. Мысалы мынау талып қалуы да мүмкін үйге барғанымша. Мысалға да шыңғырып көшелерде әркімнің көшесіне есігінің алдынан суға босығызға сүйеп дәрісін ішкіземін көшеде. Қазір уже күн ысып барасың. Жаным шығып отыр мысалы үйге жетіп алайыншы, аман есен жетіп алайыншы құдай деп. Түсініңіздер сіздер де мен әдейі неғып отқан жоқпын. Әдейіден аварияға түскен жоқпыз біз. Құдай ешкімнің басына да бермесін, бірақ уже жаныма басып кетті. Квартирамда қай жерде ішерсің, бүкіл қабырғасы сынған соң отырып қалса үйістеді. Қалабақасы. Ой. Тағы сұқты да кішкене отырып қалды ғой.